Сәлем достар. Құймақ дайындаймыз. Бұл рецептпен Динапам бөліскен болатын. Барлық тағамдары бір жасағаннан шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Қажетті заттар: сүт, жұмыртқа, қант, сұйық май және ұн. Жұмыртқа қантты алып араластырамыз. Сүтке жарты кесе су құйдым. Сұйық май. Ұнды аз-аздан салып араластырамыз. Табаға кішкене сұйық май жағып қыздырып аламыз. Осылай қаймақ секілді сұйық болып шығады. Құймағымыз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі жұқа болып шығады. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Айжан.